Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 101-ші сабақ 2 амалмен шығарылатын есептер. Балалар, егер сендер менің каналыма тіркелмеген болсаңдар, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бірінші есеп шығар. Мектепте қазақтың салт дәстүрлері деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше бала қатысты? 8-ді көбейтеміз, 4-ке тең 32 болады. 32-ден 12-ні азайтамыз, 20. Сайысқа 20 бала өтті. Екінші есепті шығар. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бұл құрт неше теңге тұрады? 43 теңге бар екені белгілі. Айнұрда оған ағасы 57 теңге берді деп тұр. Демек 43-ға 57-ні қосамыз, тең 100 болады. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды дейді. Демек 100-ді бөлеміз 2-ге, тең болады 50. Жауабы құрт 50 теңге тұрады. Үшінші есеп шығар. 2 тәрелкеде 28 бауырсақ болды. Тәрелкелердің бір-бірінен бауырсақ алғаннан кейін 2 тәрелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тәрелкенің бірінен неше бауырсақ алынды? 2 тәрелкеде 7 бауырсақтан болды дейді. 7-ні 2 көбейтеміз, 14. 2 тәрелкеде бауырсақ саны 28 болса, 28-ден азайтамыз 14-ті. Тең қалады 14. Тәрелкенің бірінен алынған бауырсақ саны 14. Төртінші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар. 40-қа бөлеміз 5-ті, қосамыз 20. Сырым 40 метр жүзді, ал Айдын одан 5 есе кем жүзді. Алмас Арайдан 20 метр артық жүзді. Алмас қанша метр жүзді? 40-ты бөлеміз 5-ке, қосамыз 20. 40-ты 5-ке бөлсек 8, қосамыз 20. 20-ға 8-ді қоссақ, болады 28. Алмас 28 метр жүзді. Бесінші есепті шығар. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассадан 200 билет сатылған, одан 100 билет қалып қойды. Алғашында кассаларда неше билет болды? Шешуі 200-ге 100-ді қосамыз, тең болады 300, дұрыс. 800 билеттен азайтамыз 300 билетті. Қанша болады? 500, дұрыс, жарайсыңдар балалар. Жауабы 300 және 500 билеттен. Алтыншы есеп. Ал есепті шығар. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарын 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды? 12 кітап қазақ батырлары, әлем ертегілері 15. Екеуін бір-біріне қосамыз. 12-15 қоссақ қанша болады балалар? 27, дұрыс. Осы кітаптың барлығын 3 сыныпқа бөліп берді дейді. Яғни 27-ні бөлеміз 3-ке. 27-ні 3-ке бөлсек қанша болады? 9, дұрыс, жарайсыңдар балалар. Әр сынып 9 кітаптан алды. Жетінші есеп балалар, сызбалар бойынша амалдарды орында дейді. 32-ке қосамыз 23-ті, азайтамыз 19. 32-ке 23-ті қоссақ қанша болады? 55. 55-тен азайтамыз 19-ді, тең 36. 8-ге бөлеміз 2-ні, қосамыз 27. 8-ге 2-ні бөлсек 4 болады, 4-ке 27-ні қосамыз, тең 31 болады. 7-ге 5-ті көбейтеміз, 35. Қосу 51, тең 86. 8-ші есеп теңеулерді шешу. X азайту жақшашына 19 қосу 19, тең 55. X азайту 19-ға 19 қосу аламыз, 38 болады, тең 55 жазып аламыз. X тең 55-ке қосамыз, 38. X тең 55-ке 38 қоссақ 93. 93 азайту, X-ің орнына 93-ті қоямыз, азайту 19 жақшашына 19 қосу 19, тең 55. 55 тең 55-ке. 17 қосу Y тең 47, азайту 17. 47-тен 17-ні азайтсақ 30 болады.
17 қосу y тең 30. Y тең 30-дан азайтамыз 17-ні. Y тең 13. 17 қосамыз, y-тің орнына 13-ті қоямыз. Тең 47 азайту 17. 30 тең 30-ға. 9-ші есеп шығар. Анам 4 литр қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды? 4 3-ке көбейтеміз. 12. 12-ні 6-ға бөлеміз, тең 2. Анам 2 литр сүт сатып алды. 10-ші есеп тиісті амалдар таңбасы мен сандарды тап. 6-ға 4-ті қосамыз, азайтамыз 2, тең 8. 18-ге 22-ні қосамыз, азайтамыз 4, тең 36. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды балалар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.